19 bölüm. Хан әке, Алқабике, хан әке, апам әжемдер түгел аман ба? жақсы, бәрі аман. Қатқын апайым да аман ба? Аман, Ағаларым да аман есен бе? аманшылық. Әй, менің амандығым неге сұрамайсың? Сізді көріп тұрмын ғой, несіне сұрайым? Әй, тентек қызым. Хан әке, бұл жолы маған не әкелдіңіз? Не жегің келеді? Арқардың үйітілген бағыланның етін. Әй, кішкентай қомағайым-ай. Осылардың барлығын маған бересіз бе? Дәмесін қара. Бұл алтын еліне апарылатын тарту таралғы. Осынша асыл нәрселерді алтын еліне беруге қайтып қиясыз. Алтын елі біздің қожамыз, біз оның боданымыз. Сондықтан жыл сайын оларға тарту апарып тұрамыз. Онда оларға сіз неге қожа болмайсыз? Олар сонда сізге бодан болып, сізге жыл сайын тарту таралғы ұсынып тұрмай ма? Менің қызымның көңілі неге соғатынын көрдің бе? Алыңдар. Алтын елінің бұйылға алым салық жинауға жіберген уәзірінің жиншуға келген талай күн болыпты. Патша кімді жіберіпті? Естуімше Ваньяң Юңжиді дейді. Жинхай, танисың ба оны? Ол бір жүрген бәтуәс адам. Мұндай адам патшаның сеніміне қалай ие болып жүр? Ол бұрынғы патша Жи Шивунның ұлы. Осы күнгі патша тағымды тартып алама деп кішәкелерінен қорқып, алдымен Жи-Ваңды, онан соң Жан-Ваңды өлтірді де, сонымен білім дейтін білім жоқ, батыр дейтін батырлығы жоқ, бос белбеу дәрменсіз ынжық, өзіне қауіп төндірмейтін осыны ғана қалдырды. Сенімге енді сол ие болып жүр. Қахан, алтын елінің патшасы осындай бір түкке татымайтын адамын жіберсе, сіздің оған баруыңыздың қажеті жоқ. Оның алдына барып тағзым етуге сіз түгел мен де арыланам. Дегенмен, оны өзім бір көрейін, шамасын байқайын. Мен де барам. Сенің қыстырмайтын жерің болсашы. Моңғол тайпасының атойшысы Темучин өз адамдарымен келді. Кіргізбей ме? Біздің көзімізге көрінуден қорқам екен. Түйек қанша арық болса да қаңқасы үлкен деген сол. Сендер осында тұра тұрыңдар. Моңғол елінің Шыңғыс ханына мәртебелі сардарға сәлем. Қане отырыңдар. Тақсыр, мынау моңғол тайпасының биылғы тартуының тізімі екен. Олар сарайға барып демалсын. Моңғол мемлекетінің Шыңғыс ханы кетті. Моңғол мемлекет деген қайдан шыққан? Оны Шыңғыс хан етіп кім тағайындапты? Мынаған жазған Шимай шаттағы не нәрсе? Айтшы. Естуімше, бұл Темучиннің жаңадан жасаған жазуы дейді. Ол алдыма келгенде неге тағзым жасамайды? Тақсар, сіз әлгінде оны сол бойдақ жөнге салсаңыз болатын еді ғой. Мен Астанаға қайтып барған соң патшадан мына жер жұтқыр Темучинге жазалаушы жасақ жіберуді өтінем. Хан әке, мына ханзадаға кісінің күлкісі келеді екен. Ол Астанаға барған соң үстімізден арыз айтса, патшалар бізді жазалайтын әскерін жіберсе, күлгеннің көкесі сонда болар. Патша осы күнде қатты науқас, өмірде ұзаққа бармайды. Соғысуға зауқы соға қоймас. Орталық өлкеде жақсы нәрселер шынында да көп екен. Мынау шекарадағы шағын қалашық қара. Оңтүстікке қарай жүрсеңіз, бұдан әлде қайда көрікті. Ал алтын елінің орталық аймағына барсаңыз, ол тіпті де салтанатты. Солай ма? Орталық өлкеде шебер адамдар өте көп. Ағаш шебері, тас қашаушы, күміс зергері, тер өңдеуші, ұста, қағаз жасаушы, кездеме тоқушы, кітап шығарушы, бояушы, сауда саттық істейтіндер. Қысқасы алуан түрлі кәсіппен шұғылданатындардың бәрі табылады. Күндердің күнінде мен оған басып кіріп,
сол ұсталардың барлығын тартып әкетемін. Алтын, күміс, торғын, торқа бар жақсы сахараға тастамын. Хан әке, сіз тек олардың бар жақсын тартып алып қана қоясыз ба? Орталық өлкеге патша болуды қаламайсыз ба? Жүр, бас аяғында, тұр осында. Түзу тұр. Ақсақалдар, жерлестер. Әке, бұлар моңғолдар. Міне көріңіздер, мына моңғолдар шетінен әрі өте күшті, әрі жұмысқа көнбіс. Арба дайдайт, мал да бағат. Біреу 50 жармақ, қымбат демесеңіздер, сатып алыңыздар. Мұнысы енді тым, мен бәрін алам. Жарайт, мына кісі барлығын сатып алады. Қанеке, құтқарғаныңызға рахмет. Біз моңғолдың қолы болуға ризамыз, бірақ алтын иттеріне барып хайуан болғымыз жоқ. Қалай қолды болдыңдар? Алтын елінің әскерлері сахарадан ұстап әкелді. Неге? Жеңшуздың әр үш жылда сахараға жасақ жіберіп, моңғолдардың жастары мен орта жастағыларын қырып, қолға түскен әйелдер мен балаларды өстіп күндікке құлдыққа сатып тұрады. Қолды болғандарыңа қанша жыл болды? 7 жыл. Жүгіріңдер. Моңғолдың азаматы өлімге бас иіседі. Біреудің мал орнында сатуына көнбеуі тиіс. Сендер моңғолдың атаурайына дақ салдыңдар. Қанеке, өлуді мен де ойлағам. Бірақ менің ағам сіз татарларға шабуыл жасаған соғыста өлген. Сөйтіп үйіміздегі шешеміз сүйенішсіз қалатын болды да, соған алаңдадым. Сендерше? Тірі қалып кеге алмақ болдық. Біз төртеуміз осы 7 жылда қолдан қолға өтіп, солтүстіктегі талай аймаққа бардық. Сахара жаққа 3 рет қашып салдық. Күндердің күнде қанға ілесіп осында шабуыл жасап, өш алатын күнді күтумен болдық. Аларда апарып орналастыңдар. Рахмет, Қанеке. Жүріңдер. Хан әке, сіз неге дереу қосын шығарып, орталық өлкені басып алып, алтын елінің патшасынан тарту таралғалы отырмайсыз? Хан әке, қайта оралуыңызды күтем. Күт балам, мен сөз жоқ қайтып ораламын. Моңғолдың 100 моңғолын бастап қайтып ораламын. Іләйім сол күн ертерек келгей. Келет. Жаңа дәуірдің 1211 жылы Тоғайлының бұқарасы Шыңғыс ханға бағынды. Шыңғыс ханға сәлем. Тұрыңыздар. Қанеке, мына кісі ойрат сардары құтығы. Бұл кісі осы жолы қиналғанына қарамастан, Тоғайылдағы руларды тізе бүгуге көндірді. Олыңыз осы себеп Тоғайылдағы ел жұртты қайтарып алу міндетін жақсы орындады. Рахмет саған құтығы. Мына кісі Тува тайпасының сардары Тарқын ханым. Ханымның жігерлі жүзінен әйелдің саңлағы екенін көрініп тұр. Мына кісі Қырғыз тайпасының сардар, ал мына кісі Барху сардар. Хош келіпсіздер. Мен де сіздерге таныстырайын. Мына кісі Түмен басы Қоршы. Ол Тоғайылдағы ру тайпалардың бас қолбасшысы болады. Мен сіздерді бір-біріңізге Байқалдың суындай қосылып, Моңғол елінің солтүстік шекарасын бірге қорғайды деп сенемін. Мен ендігі жерде сіздердің көмектеріңізге сүйенемін. Қонағасы әзір болды. Қане, дастарханға келіңіздер. Құрметті сардарлар, мархабат. Қанеке. Қаған, әлгі 30 сұлушы. Өзің барып таңдап аларсың. Мына Тарқын ханым тәуір көрінеді. Құрметті сардарлар, жақсы күт алмадым. Бір жақсысы бәрімізде бір үйдің адамы болдық. Үйге келген соң құр қол шығаруға болмас. Осы күзде орталық өлкеден бір сыпыра торғын торқа, алтын күміс, жақұт маржан және фарфор ыдыстармен тағы да біраз бағалы дүниелер әкеліп ем. Соның бәрін сіздерге сыйладым. Рахмет, Шыңғыс хан. Құтауға, сен рахмет айтпай тұра тұр. Мұнда сенің үлесің жоқ. Құтауға, сен моңғол еліне үлкен еңбек сіңірдің. Ол алтын күміс пен сәйгүлік тұлпармен өтілмейді. Сенің ұлыңа мен кіші қызым Күлгінді беруге ризамын. Ілтипатыңызға рахмет, Шыңғыс хан. Құтауға, біз енді құда болдық. Тағзым етудің қажет не? Орныңа отыр. Рахмет, Қахан.
Неменеге аңырап қалдыңыздар? Қанеке еркін ішіп жеп отырыңыздар. Тарқын ханым, сізді алыңыз. Бүгін осыдан кімде-кім жығылмай кетсе, сол менімен шынайы достаспаған болады. Қане, алып қойыңыздар. Алыңыздар. Қақан, алтын елінің елшісінен хабар келді. Сізге 10 шақырым жерден алдынан шығып, тізе бүгіп, жаңа патшаның жарлығын алсын депті. Салтанатпен қарсы ал дейме? Егер мұнысын алдын ала білген болсақ, біз қосынды бастап әкеліп салтанатпен қарсы алудың қалай болатын көрсететін едік қой. Моңғол тайпасының атойшысы Темуджин. Аттан түсіп жарлықты ал. Алдымен елшіден сұрап алайын. Патша өлді ме? Мәртебелі патшамыз Жаңзұң дүние салды. Онда ендігі патшаларың кім болды? Жаңзұнның өзінен ұрпақ болмаған соң, уәзірлер оның өсиеті бойынша патшаның кішәкесі Юңжиді жаңа патша етіп сайлайды. Кімді? Юңжиді. Әлгі батуасы немені ме? Орталық өлкенің патшасы аспаннан түседі екен десем, сол әлгі топас неме болып шықты ғой. Солай ма? Бейбастақтық істемей аттан түсіп жарлықты қабылда. Не аңсардар? Мына Темучин не деген дүрөкі? Не деген несірік? Көргенсіз неме? Не дейсіз? Астанаға қайтамыз. Қахан. Байламға келдіңіз бе? Не байламға? Алтын еліне аттануға. Оны қайдан білдің? Сіз алтын патшасының елшісін қуып жіберіпсіз. Бұл оған соғыс жариялағанмен бірдей ғой. Есі, сен айтшы, мен оларды жеңілем ба? Жеңе аласыз. Солай ма? Егер жеңіліп қалсам, бұрынғы еңбегім еш болады ғой. Сөз жоқ, жеңе аласыз. Білесің бе, алтын елінің құрылғанына 100 жылдан асыпты. Жан саны бізден 40 есе көп, жасағы 10 есе көп, шіріген бай күші де мұғам. Бірақ ол 100 жастан асқан қаусаған кәрі. Оны қайдан білесің? Сіз біздің татарлардың алтын еліне 56 жыл қарағанын ұмытып қалдыңыз ба? Ағдалға жасақ бастап Ляо патшалығына қарсы тұрып, Бежинге шабуыл жасап, Сұң елінің уәзірін тірідей ұстап алған кезде бар жоқ 10-даған мың адам болатын. Ол сонда да Сұң елінің 100 мыңдаған жасағын жеңіп алыпты. Ал қазіргі алтын елі де сол Сұң патшалық сияқты байлыққа кенеліп, жан тыныштығын ойлап, жауынгерлік айбатынан түгелдей айырылып, бір жолғы соққыға шыдамайтын күйге түсіп қалды. Ал бізше, біз өз мемлекетімізді енді ғана құрдық. Сахарада бұрын шыққан құлақтан кейін шыққан мүйіз озар деген мақал бар. Оның үстіне алтын еліне білімсіз, топас, елде жоқ миғұла ханзада патша болыпты. Сен де солай ойлайсың ба? Мен сынап отырмысыз? Жоқ, мен ойымды растағым келеді. Өйткені бұл қатері көп жауапты іс. Мыңбек Сүбетай Шыңғысханға жолығуды өтінеді. Көрсен. Қақан, мен іздеп бедіңіз? Тоғайлыдағы ойрат тайпасының сардары. Құтоғының айтуынша, Меркіт тайпасындағы Тоқтабек пен оның ұлы Худу екеуі Таян ханның ұлы күшілік, Найман мен Меркіттің қалған жасақтарынан тағы да 2000 жасақ ұйымдастырып, ертістің бойына бекініп қимыл жасап жатқан көрінеді. 2000 адамның қолынан не келеді? Жоқ,
2000 адам, 100 мың қолы бар монғолдар үшін тікті емес. Бірақ орданы қорғауға 2000 жасақ қалдыратындай болсақ, олар өте қауіпті жау. Қахан, түстікке жорық жасамақсыз ба? Иә, Онда мен барып Тоқтабекпен күшіліктің 2000 адамның басын қағып келейін. жарайды. Менің жаңа құдам Қотоға саған жол бастасын. Көңілге күпті осы істі бір жақты еткеннен кейін мен барып алтын елдің патшасымен кездесемін. Құп! Ей, Ханеке! Қоршы, мұнда не жүрсің? Ханеке, Тарғын ханым жөніндегі шаруаны ұмытып қалғансыз ба өзі? Жоқ. Сен Тарқын ханым мен 30 сұлуды алуды әзірге кейінге қалдыра тұруыңа тура келеді. Қазір той тойлап жүретін кез емес. Мен өз қызымды шалғайдағы Байқал көлі жаққа қамалсадан ұзатқалы жатырмын. Ойбай, ау неге? Қазір маған солтүстік шекараның тыныштығы ауадай қажет болып тұр. Сұлулар жөніндегі іске сен әзірше асықпа. Қоя тұр. Бұл істің жөнін саған кейін түсіндірем. Бола ма? Келістік қой. Қахан, мұнан таныдыңыз ба? Былтыр әлгі жынжу қалашығынан қайта сатып әкелген тоғыдай ғой. Дәл сол қара табан қарашаңыз ба? Анаңды тауып алдың ба? Төбе би шешемді мыңдықтардың тізімінен тауып берді. Құрметті ана, бейбақ ана, көп азап шегіпсіз. Қахан, ұлым екеуміз сіздің бұл жақсылығыңызды өмір бойы ақтай алмаймыз. Жоқ, өлген ұлыңыз соғыста мен үшін жанын қиыпты. Мен кіші ұлыңызды қорғай алмағандықтан. Ол тұп-тура 7 жыл құл болыпты, көрмеген азабы қалмапты. Құдайдың алдында ант берейін, біз сол істеген жамандығы басынан асқан адамдарды қылышпен, жебемен жазалап, бәрінің тәубесін есіне түсіреміз. Ол күнді алыс емес. Тоғыдай, мына анаңды аялап сыйла. Қолыңнан келгенше құрмет тұт. Тыңдаңыз, біз бүйтіп қашаңы тұшқанша інге тығыла береміз? Басқа не амал бар? Мен Темучинмен 20 жылдан аса соғыстым. Ол соғысқан сайын күшейе берді. Енді осы аз адаммен барып оны жоюымыз мүмкін емес қой. Әрине, десе де, адамдарымыздың күші оның бір тайпасымен айқасып, Тоғайлыдағы елін тартып алуға әбден жетеді. Тек соңына бассын де. Біз сонда бірнеше 10 мыңдаған атты қосынға және солтүстіктегі шекаралы өңірге ие боламыз. Біз Темучинге ту сыртынан тиісіп көрейік. Монғолдар келді! Тез қашыңдар. Монғолдар келді! Атқа қоныңдар. Тез. Болыңдар. Қашыңдар! Тез! Бол. Қашыңдар, бол. Тез. Қашыңдар! Сен мұна алтын жүгенді сыртқа апарып тастай салшы. Неге? Сонан соң оны бақылап тұратын адам ғой. Соның қасынан өткендерді жүгенді алсын мейлі алмасын мейлі барлығы маған ұстап әкелсін. Мақұл, бар енді. Құп. Күні бойы сол маңнан 4 адам өтіпті. Бірақ оны бірде-бірі алмапты. Солай ма? Олар қайда? Төбе бидің үйінде. Барып көрейік. Иә. Сен жолда жатқан мына жүгенді көрмедің бе? Көрдім. Мұның аса құнды дүние екенін білмеуші ме едің? Білем, оған алтын жалатыпты. Онда неге алмадың? Оған батылым бармады. Заң жарғыда тауып алған нәрсені есіне қайтармау ұрлық істегендік. Ұрлық істегендердің басы алынады делінген. Ал сен ше? Себебі менің жүгенім одан да жақсы. Оның наймандармен соғысқанда ерлік көрсеткендігім үшін 1000 бек сыйға берген. Сен ше? Сенің де мынадан жақсы жүгенің бар ма? Жоқ, ендігі соғыста мен бұдан да жақсы жүгенге ие болам. Жарайсың, жігерің бар екен.
Сенші? Алмағаным, ол нәрсе менікі емес. Біреудің нәрсесін алу деген намыс. Естуімше, бір жолы жүргіндердің сардары Шешебекейдің нөкері бір жүген ұрлап алған кезде, сіз оған ашу шақырып, мен ұрыны бәрінен де жек көремін. Себебі біздің азық түлігіміз бен киім-кешектеріміз ауыр, еңбек пен соғыстағы олжадан келген. Ұрылар терде қанды төкпей, басқалардың қан терімен келгенді оп-оңай иемденіп алады. Ондай сасық күзендер мен құзғындарды жазалаудың бір ғана амалы, ол тек өлтіру дедіңіз. Жарайды. Шаға көдік. Мен әуелде 2000 әскер, үш өзендегі орданы қорғауға аздық етеме деп алаңдап едім. Мінеки, жолда жатқан нәрсеге көз салмайтын мынандай сарбаздарым тұрғанда, енді неден қорқпақпын? Қаған, алтын еліне жорық жасамақсыз ба? Осы бір күнді күткеніме 40 жыл болды. Жаңа дәуірдің 1211 жылы Шыңғыс хан 49 жасқа шығып, алтын еліне қарай 12 жылға созылған жорығын бастады. Алтын елінің солтүстік қаласы Шаңжу. Қахан, жасағымыз ауыр шығынға ұшырады. Қала қамалын ала алмадық. Қахан, көрдіңіз бе? Қахан. Қахан, аттарымыз олардың қамалына мүлде шығалар емес. Қахан, көрдіңіз бе? Күшіміз зая кетіп жатыр. Күте тұр. Мен олардың қамалына жасақтарын ертіп, атпен шығам. Болыңдар, тез. Дайындалыңдар. Болыңдар, болыңдар. Тез етіңдер. Олар таяп қалды. Атыңдар.
Фуңжу қамалдың сырты. Қақан, көрдіңіз бе? Осы жерден бастап жол бойына шөптің арасына түгелдей осы нәрсені шашып тастапты. Аттар алға ілгерілей алар емес. Ол не нәрсе? Тікенек темір. Фуңжуды қорғап тұрған кім екен? Фужағу. Қанеке, мұнысы қандай айла? Қорқақтың айласы осындай болады. Ол бізден шошып кеткен. Тікенек темірді түгел теріп алыңдар. Оны қайтеміз? Біздің аттың тұяғына кірген тікенек темір енді олардың аттарының тұяғына кіреді. Біз енді Фуңжуға шабуыл жасаймыз. Батыс Астананың қолбасы Хушуға. Мынау сізге жіберілген патшамыздың жарлығы. Мен сізге ұлы мәртебелі патшамыздың жарлығын жеткізем. Батыс Астана қолбасы Хушуға ұрыссыз шегініп, қоян жүрек қорқақтық танытып, әскерінен айырылды. Сол үшін ол жазаға тартылады. Егер Хушаху сол күнәсін жуғысы келсе, енді Фуңжуды қолдан бермей қорғап қалсын. Егер бұлай істей алмаса, қатаң жазаға тартылып, бас алынады. Жазасын мәртебелі патшамыз, мың жасасын. Тез, тасыңдар, лақтыр. Тез. Қанеке, Фуңжудың қамалы Шыңжудікінен биік әрі қалың екен. Топырақ төсеп шығайық па? Болмайды. Бұл саған дала емес. Бұл жерден топырақ алу қиын. Бұлай жалғаса берсе, ауыр шығынға ұшыраймыз ғой. Жауды шырғалап, алдап шығару керек. Хушағу оған сене қоям екен. Бұл өздерінің өнерлеріне байланысты. Оқтам. Тоғдай. Жүріңдер. Сарбаздар отанға еңбек сіңіретін кез келді. Алға. Темучинді түр ұстаңдар. Жүріңдер, алға. Шегіңдер.
Жаңа дәуірдің 1211 жылы тамызда Монголдың 100 мың сарбазы Алтын еліне 3 бағыттан шабуыл жасады. Шыңғыс хан мен кіші ұлы Төле бір бағыттан Шаңжо, Шанжо, Фужоға шеру тартты. Жебе мен Елуге бір бағыттан Йойинге шабуыл жасап, Оша бекінісін басып алды. Жошы, Шағатай, Үгедейлер, Ин мен Туншин және соның айналасындағы жерлерді басып алды. Сол жылы тамызда Шыңғыс хан батыс Астана Датунфуды қоршауға алды. Қолбасы Хушаху соғыспай жатып қашты, сөйтіп батыс Астананы ұрыссыз берді. Алтын патшалығы бұған қатты күйзелді. О, ата-бабам аруағы. Монголдар бізге лап қойып, айналасы бір айға жетпейтін мезгілде солтүстік шекараның оңдаған қаласы мен мекендеріне шабуыл жасады. Батыс Астана қолдан шығып, халқының зәре-құты қалмақ, берекесі кетті. Біздің санасы сардарлар мен сарбаздарымыз тек тізе бүгуді біледі. Елді қасыққаны қалғанша ерлікпен қорғайтын адал сарбаздарға зәрумін. Бір кездегі жүржін сарбаздар енді жоқ. Вай-Янь молы сияқты данышпан қолбасшылар да енді жоқ. Темучиннің шабуылын енді немен бөгемекпін? Немен? О, ата-бабам аруағы! Ата-бабам аруағы! Ұлы мәртебелі патшам, солтүстік Астананың қолбасшысы Душани қаланы қорғау үшін 20 мың қолмен келе жатыр. Душани? Ол жүргеннің атақты ғалымы әрі дарынды қолбасшысы. Біздің жауларымызды қалай талқандау керектігін бір білсе, сол ғана біледі. Мені ата-бабамның аруағы қолдайды. Ван-Янь уәзір, маған тез арада Душаниді ертіп кел. Құп болады, әміршім. Душани, ұлы мәртебелі патшамызды қорғауға кеш қалды, кешірім өтінем. Тұр орнынан. Монголдар бізге жорыққа ақпан айында шықты. Олар шетсіз, шексіз дала мен тауларды көктей өтіп келді. Уанға тайпасы бірден ақ Темучиндер жағына шығып кетті. Шыңжоу қазір монголдардың жазғы жайылымына айналды. Біздің шекарадағы әскеріміз ұрысқа дайын болмай шықты. Монголдың 100 мыңдаған атты әскерлері шабуылдап лап қойған кезде, олар алдартына қарамай қашты. Әр монгол жауынгерінің қосарында ауыстырып мінетін 4-5 құр аты бар. Батыс Астананың қолбасшысы Хушағуды қайда екенін қазір ешкім білмейді. Душани, сенің бұған қылатын қандай амалың бар? Айтшы. Ұлы мәртебелі патшам, мен осы әлгінде ғана өзіңіз Ван-Яньға айтқанмын. Біздің қолымыздың саны миллионнан асады, ал Темучин әскерлерінің саны 100 мыңға да жетпейді. Қалай болғанда да жағдай тап қазіргідей болу тиіс емес еді. Иә, мен де түсінбей тұрмын. Мұның мәнісін бәлкім сен түсіндірерсің, Душани. Бұл Темучин дегеніңіз керемет мықты қолбасшы. Мәртебелі патшам, өзіңіз ойлап көріңізші. Соғыс басталғалы бері біздің әскеріміз әр жақта бытырап, әр қалада шашырап жүрді. Ал олар болса, күштерін бір жерге шоғырландыра білді. Олардың бір жеңістен соң бір жеңіске қол жеткізуінің сыры да осында тұр емес пе? Солай ма? Ұлы мәртебелім, келісесіз бе? Дұрыс, сен дұрыс айтасың. Сенің сөздерің менің көзімді біраз жайларға жеткізді, Душани. Біраз жайларға. Мен сені бас уәзір етіп тағайындаймын. Сен маған жауды жеңудің амал тәсілдерін жасап беруің керек. Мейірім шапағатыңызға көп рахмет. Ұлы мәртебелі патшам. Орныңнан тұр. Жауды қалай жеңе аламыз, соны айт. Яхудинге 300 мың қол әскер жинау керек. Ал 50 мың қол Сюанта болуы тиіс. Және олар бірлесе қимылдау шарт. Темучинге қарсы шешу шайқаста осы жерде болмақ. Мен Ван-Янь Цзюдинді бас қолбасшы етіп тағайындаймын. Ван-Янь Ван-Ню әскердің жағдайына жауап береді. Дүнсюе Енхуденге бет алатын алғы шептегі қолдың сардары болып тағайындалады. Ван-Янь Хуша Суандені қорғайды, және кез келген уақытта Ван-Янь Цзюндеге қолдау көрсетіп отырады. Құп болады.
Эхудинге. Қанша жер қалды? Таяп қалдық, алдымызда. Қолбасшы. Темучин Фунжуды алып, ол жаға түскен мал-мүлікті бөліп, тау баурайында аттарын тынықтырып жатыр екен. Күзетшілерде қамсыз және біздің бұл сапарымыздан да хабары жоқ. Біз оған атты қосып жіберіп, ойда жоқта тосыннан шабуыл жасасақ, оларды ауыр шығынға ұшырататын мысқақтың бұл Эхудиндегі шешуші шайқасқа жол ашады. Болмайды. Темучин өте айлакер. Бұл оның бізді алдап қолға түсіру тәсілі болуы мүмкін. Мен мұндай тұзаққа түспеймін. Минан Сардар. Бармын. Айта беріңіз, қолбасы. Сен монголдарға елшілікке барған едің ғой. Тағы бір рет барып Темучиннен бізге не үшін себепсізден себепсіз соқтыққанын сұра. Оған патшамыз кеңпейлі адам, адасқаныңды айтып айыбыңды мойындасаң кешірет. Тез арада әскерлеріңді керекет. Әйтпесе алтын елінің қалың қолы тұп-тұқияңмен қырат де. Құп болады. Тоқта. Қолбасы, ділмарсып кетті демеңіз, соғыс айласыз болмайды. Қосынымыз жорыққа енді шыққанда оларға елші жіберу жауға өзіміздің түп ойымыздан хабар бергенмен бірдей емес пе? Елші жіберуге әсте болмайды. Мен алтын елінің қолбасын, ондай жұмысқа айлакерлікке бара алмаймын. Минан Сардар, жүре бер, бара бер. Құп болады. Қарауыл, Бармыз. барып байқаңдар, тәңірді ызаландырған кім екен? Құп болады. Құп. Не болды? Наяққа Сардар, мынау киімін өзіңге жуыпты. Тоғдаймысың? Айғақ бар ма? Жуған киімі міне. Тоғдай, сен Шыңғыс ханның заң жарғысын білесің бе? Білем, бірақ киімім кірлесе, неге жууға болмайтын біле алмадым. Мен орталық өлкеде жүргенде киімімді ылғи өзенге апарып жуатымын. Ан тұрған, сен тәңіріңнің шамына тидың. Бас уәзір шыға күдік, сен төбе бейсің, мұнан өзің жазала. Тоғдай, тыңдап ал. Заң жарғыда киімді өзенге жууға, суға және күлге дәрет сындыруға болмайды. Оттан, дастарханнан, ыдыс-аяқтан аттауға тыйым салынады. Тәңірді осы себептерден қаһарландырып, нажағай түсіргендерге өлім жазасына үкім шығарылады делінген. Ұқтың ба? Тоғдай, айтар сөзің болса айтып қал. Сардар, мен Өлімнен қорқып тұрмысың? өлімнен емес, тек өлімге кесілетіндей қылмыс істеген жоқ едім ойдап қамығып тұрмын. Мойнына жырға салыңдар, қосынды аралатып апарып басын алыңдар. 19 бөлімнің соңы.